Белок организмдегі ең маңызды элемент, фундамент. Сондықтан рациондағы белокты арттырамыз. Оны қандай тағамдардан аламыз? Жұмыртқа, тауық етті өнімдер, творог және де дәнді дақылдар. Ал белоктың ең көп дозасын 18 сағат бойы қайнаған сүйектің сорпасынан аламыз. Ал егер де сүйек сорпасын қайнатып отыруға уақытым жоқ десеңіз, онда белоктың арнайы қоспа түрін қолдансаңыздар болады. Анализдегі белоктың деңгейі 75-тен жоғары болу қажет. Белок жақсы болса, терілеріңіз берік, әдемі, салмақ тез түсіп, артық салмақ болмай, сымбатты болып жүресіздер. Егер де сіз жақсы тамақтанып жүрмін, витаминдерді қабылдап жүрмін, бірақ белоктың деңгейі төмен десеңіз, онда міндетті түрде асқазан ішегі жолдарын тексеру қажет, паразит құрттарға тапсыру қажет. Белоктың төмен болуы басқа да витаминдердің сіңбеуіне әсер етеді. Белоктың типтері болады: бірінші, екінші, үшінші және де төртінші. Белоктың қай түрінің сіңімділігі жоғары екенін білгіңіз келсе, маған директке белок сөзін жазып кетіңіз.